ұсынамыз. Қымбатты көрермен, Астана тазалық мекемесінде анасы мен қос ұлы бірге еңбек етіп жатыр. Таң атпай жұмысқа кірісетін бұл отбасы қаланың тазалығын сақтауды жауапты міндет деп біледі. Олар үшін басты мақсат елорданың көрікті келбетін сақтау және тұрғындарға жайлы орта қалыптастыру. Еңбекқор жанұя жайлы толығырақ келесі сюжеттен бірге білейік. Әріптесіміз Назгүл Пахман дайындаған бейнематериалға зер салайық. Астана тазалық қызметкерлері күн сайын қаланың әдемілігі үшін аянбай еңбек етіп жүр. Солардың бірі Оразбаевтар әулеті. Анасы мен екі ұлы бірге осы мекемеде қызмет атқарып, таңсәрден бастап қаланың тазалығына жауап береді. Олай болса, еңбекқор жанұямен танысайық. Тазалық отбасылық тәрбиеден басталады. Көп балалы ана Татьяна Оразбаева осы қағиданы берік ұстанып, балаларының бойына еңбексүйгіштік қасиетті сіңіріп өсірген. Олар 7 жылдан бері Есіл ауданында еңбек етіп түрлі күрделі жұмыста қиналмай еңсеріп жүр. Мен бірінші анам мен інім істеді 7 жыл. Сосын жұмыстарына көріп, былай уақытына қарап, жалақысына қарап, сол енді кірдім сосын тазалыққа. Қызық кетті. Қызық кетті, иә. Сосын физический жұмыс болғаннан кейін сол жерде ана қылықты. Мен 2020 жылғы 4 январьда осы жұмысқа кірдім. Сол 6 жыл болып отыр істегенім. Мамам осы бір 2 күннен кейін жұмысқа кірді. Менен кейін ағам осы 2 жыл болды істеп жатқан. Осы сыпырамыз, мусор жинаймыз. Тракторге саламыз, контейнерге. Олай. Елордадан 15 шақырым қашықтықтағы Қажымқан ауылынан жұмысқа қатынайтын бұл отбасының күні таңғы 3:00-ден басталады. Ерте тұрып жолға жиналу олар үшін күнделікті дағдыға айналған. Қала тазалығына үлес қосып жүрген бұл жандар өз жұмысын сүйіспеншілікпен атқарып, жауапкершілікті бірінші орынға қояды. Жиналып, шығамыз дегенше сағат 4-тен 20 кеткенде газель келіп алып келеді. Басында қиын болған, қазір уже үйреншікті. Демалыстарда да демалған күндері сол таңертең тұрып аламыз сағат 4-те. Сол шай ішіп үйреніп қалғанымыз ғой сол таңғы 4-те. Өз ісінің шебері Татьяна Оразбаева бүгінде қосылумен бірге бір мекемеде еңбек етіп жүргеніне дән риза. Балалары анасына қолдау көрсетіп, оның жанынан әрдайым табылады. Ұлты өзге болса да, Татьяна балаларын қазақ мектебіне беріп, оларды білім мен еңбекке баулуға ерекше мән берген. Удобна развозка у нас. Егер жұмысым ұнамаса, істемес едім ғой. Бізді үйден алып кетіп, қайта апарып тастайды. Бұл жағы өте ыңғайлы. Сондықтан аса қиын емес. Тек ерте тұратынымыз болмаса. Бірақ оған да үйреніп кеттік. Бастысы балаларым жанымда, деніміз сау, жұмысымыз тұрақты. Үйреніп кеткенбіз. Қала тазалығы күнделікті көзге көріне бермейтін, бірақ үлкен еңбекті талап ететін жұмыс. Бұл маңызды іске өз үлесін қосып жүрген осы кейіпкерлер елорданың ажары мен тұрғындардың жайлы өмірі үшін аянбай қызмет ете бермек.